бұл есепте біз longest substring without repeating characters дейді. Ең ұзын стрингтің бір бөлшегі, который дейді, қайталанбайтын дейді да, without repeating дейді. Characters дейді. Мысалы, қазір мысал ретінде қарасақ, мынау берілген string тұрс па, input. Бізге input берілген. И осыны біз енді нені шығаруымыз керек? Үшті шығаруымыз керек, Бұл жерде дейді, ABC дейді, жауабы ABC дейді. 3 деген ұзындықпен дейді, notsen BCA. Немесе BCA болуы мүмкін, немесе CAB да болуы мүмкін. Олар да дұрыс жауап дейді. Короче, олар да тоже дұрыс жауап дейді. Міне, бұл жердегі негізгі мақсат A, B, C деп келатты ғой біз, И мынау A қайттан пайда болып қалды ғой. Содан кейін бұл A бізде уже бар еді, мына substringте түсіндіңдер ма? Мына жерде A болғандықтан мынау төртеу болмай қалды, короче. Мынаның ұзындығын шығарамыз да біз, короче. 3 деп ше. Уже мынау A, B, C, A деген болмайды. Максимальный A, B, C қайталанбайды бұл үшеуі ше. Сол ішінде сол әріп болмауы керек қой, екінші рет екі әріп болып қалмауы керек, короче ше. Екінші вариант уже B, C, A деген бар да, бірақ B қайттан қосылмай қалады. Себебі B екеу болып қалады, көрдіңдер ма? Мынау да болады, A, B, C деген мынау да болады мысалы ше. Бірақ B-ны қайттан қосатын болсақ 4 болмайды никак. Сондықтан бұның жауабы 3. Мынау да болмайды, мыналар себебі мына жерде уже B-лар қайталанып кеткен. Мынада біреу ақ, себебі B-ның өзі, короче. Мынада үшеу. Қайсы үшеу мына жерде? Үшіншісінде ше? Сол бар. Кейін KEU деген де бар, бірақ төртеу боламайды, Төртеу боламайды екен. Себебі басынан бастап есептеген 2 W болып кетеді. Анау мына жақтан да есептеген кезде тағы 2 W болып қалады, Сондықтан бізде сондықтан бұнда жауабы 3, Төртеу боламайды. Енді бұған идея бар ма? Қалай жасауға болады деп ойлайсыңдар? Орда ашып, бір айнымалы ашып болу керек мына жерде массив. Сол массивға әрбір алынған, мысалы, әр әріпті салып отырамыз, соны тексереміз. Қазір өзім жазып ойнады. Сосын түсіндірді. Онда мен де жаза берейін өзім ойым бойынша. Ашылды ма? Старт деп. Үшіншісі. Функция. Не деймін бұл орташа есепташы. Nerede Go'dan da X yazalım. Bu sefer kaydını так C++ Go'dan da Go'мен жазамыз. Мына жақтан қарай берсем болады. Так, енді бізде мектеп бойынша бірінші хаш жазып өтетін боламын мен. Хаш деген бізде map, map. Map деген не, кім біледі? Go'да. Жоқ, бұл массив емес. Бұның аты map делінеді. Map деген неге бұл жерде немен сақталады? Значение не, ключ не. Байт деген себебіміз бұл жерде біз байт деп бағанағы бір символ сақтаймыз да ше. Бұл map дегеніміз бізде массив емес. Массивте бізде индекспен бір значение болатын болса, массивте индекс арқылы сақталса, бұл жерде ключ арқылы сақталады. Ключ значение болады мысалы ше. Индекс значение болмайды, ключ значение болады. Бізде ключ ретінде байт тұр мына жерде. Байт деген символ бізде. Значит, біз қазір тексереміз. Каждый символды, мысалы, A-ны тексереміз бірінші. A-ны енгіземіз де, A бізде неше рет қайталанды дегенге, мына жерге intке бірді жазамыз басында ше. Уже 2 рет қайталанса, ол
уже бізге жарамайды деген сөз. Иә, сол жерден уже басқасына өтеміз. Қазір уже код жаза бастап түсінеміз деп ойлаймын. Енді мен I мен J деген екі айнымалы создавать еттім, иә? И result деген создавать еттім, res деген. I мен J бізде неге жауап береді деп ойлайсыңдар? Ұзындығына? Иә, дұрыс, ұзындығына жауап береді. Яғни, мысалы бізде массив бар ғой мына жерде, иә? Мысалы мына жерде басында I мен J мына жерде тұрады да, басында екеуі де. Кейін J мына бетіндегі границаға жауап береді, I мына бетіндегі границаға жауап береді, короче. И осы арқылы біз бақылап отырамыз. Мысалы, егерде A қайталанып кетсе, мысалы, мына төртеуге үшеуін есептеген кезде осының былайша айтқанда терезе деген сияқты, мынау бізде үлкен терезе, үлкен үй болса, мына жерде терезеден біз қараймыз, короче, терезені жылжытып көреміз. Бірінші мына үш әріпке қойып көреміз, бірінші басында вообще біреуден басталады, кейін мысалы үшеуге дейін нормально тұрады да, төртінші деген кезде уже тереземіз кірмей қалады. Себебі А екеу болып кетеді. Содан кейін мынаны I мына бетте болса, J мына бетте болады. I-ды мына жаққа қарай біреу жылжытамыз, сол кезде мына үшеуіне кіреді. Сөйтіп тағы біреуін қосып көреміз. Тоже болмай қалады. Сөйтіп I-ды қайтадан жылжытамыз. Сөйтіп жылжытып, ең максимальный результатқа сақтап отырамыз. Результат бізде 3 болады мына жағдайда, результат 3 болып тұра береді. Енді біз for J кішкентай len s. Мынау не деген сөз, кім біледі? Мен жазған. Неге жауап береді бұл? J кіші болған үшін. Аха. Сол J леннен кіші болған жүрдің істеп ол? Иә. Ұзындығынан? Иә, S-тің ұзындығынан, иә? S-тің ұзындығынан, пока кішкентай болғанша бұл жұмыс жасап тұра береді. Былайша айтқанда біз берілген стрингтің басынан бастап соңына дейін жүгіреміз. J 0 болып тұрады басында. И бағанағы S бізде бағанағы берілген стринг қой. Соның 0-ші элементінен бастап соңына дейін мынаған дейін жүгіреміз. For арқылы. Ол HSJ не істейді? HSJ. Осы не істейді? Примерно кім біледі? Мапқа J-ні қосып жүрді не істейді? Стрим бар ғой, сыртта тұрған ABC деп қайталанады. Солардың ішінен бөліші индексті алып хашқа салады. Соған бір қосады да. Хашқа қосып тұр ғой. Индекс болған онан индекс олай жазылады ғой, Бұл жерде J дегеніміз так. Индекс қой ана жерде 0 болды. Индекс, иә, 0. SJ деген не болады бізде? S ана жерде функциядан қабылдап тұрған мәнді, сол мән ішіндегі G арқылы индексті, G-де келетін сан арқылы сол индексті алады. Мысалы, бірінші A болса, енді индекс біріншісі A ғой, соны Все. Индекс 0, A бұл жерде символ, A-ны алайық былайша айтқанда ол жерде. Енді A-ны HA дегенді создавать етеді бұл. Не жерде сыртында плюс болып тұрады? Плюс деген себебіміз бұл бірге қосады, короче. Қысқаша жазғанда мынау осылай жазылады. Мынау былайша айтқанда, мынау былайша айтқанда мынандай мән береді ғой қазір. A бізде, мынау A бізде символ болсын, мысалы A бұлай 1 болады басында ше. Өтірік болады. Мынау map бізде былайша айтқанда. Key value деген. Key value, иә. Key-ға A-ны қояды. Сонда байт деген A-ны алады да, жанына неше? 1-ді қосады, пока 1-ді қосып алады. Себебі біз int-ті беріп қоямыз ғой. Int есептейді, 1-ді қосады. И екінші болған кезде уже екінші әріпті қосады бұл жерде ше. Екінші әріп бізде B болса, B-ны қояды мына жерде. Сонда оған да 1 деп қояды. Key арқылы тексереді екен ғой бұл. Иә, именно сол key-дағысын алады да, сразу мына A болса, уже A болып қалса, A 1 деп жазып
уже 2 болады уже. А екінші рет келіп жатса. А бізде уже 2 болса, біз қазір как раз соны тексереміз қазір мына жерде. Егер де I кішкентай болса J-дан пока H ол сәл астында екен қазір мына жерде. J үлкен болса бірден H S I минус J так I кішкентай болса J-дан S J үлкен болса бірден Так, мына жерде J-ді қосып жатыр, I-ды азайтып жатыр. Мына жерде кейінге қалдыра тұрып, пока что I J минус I плюс 1 шunu зарезалттан Вместе J минус J плюс Так, енді одан кейінгі строканы тексеріп қарасақ, мына жерде for бізде I кішкентай J-дан дейді. Значит, бағанағыдай I бізде сол жаққа жауап береді деді ғой, мына бетке. Бағанағы терезе бойынша, window sibling деп аталады ол нәрсе. Ал J мына жаққа жауап береді. Типа екеуінің енді арасында J кішкентай болып қалмау керек қой, J әрқашан үлкен болады. I-дан ше сол нәрсені for деп қойған. И мына жерде міне H, S, J егер де бағанағы J-міз A деген мәні мысалы бірінші бағана A-ны жазып қой біз мына жерге. A-мыздың мәні бірден үлкен болып қалса, 2 болып қалса, короче, ол кезде біз не істейміз? H, S, I-ды минусовой теп жібереміз, короче. Типа S, J бағанағы A сияқты бір санымыз әрпіміз екінші рет қайталанса, былайша айтқанда уже. Олар жоғалтпасаңыздар, есінен шығарамыз. Иә, уже ол кезде біз I-ды азайтып тастаймыз, да? H, S, I, так, мына жерде S, I ма, J ма? Жоқ, иә, осындай екен. I-ны азатса, бізде I-ды қазір 0 болып тұр ғой. Не болады сонда? I плюс I көбейеді бұл жерде. Мына жерде, так, I-мыз 0 болып тұр дейсің ба басында? Басында 0 емес пе? Жоқ, басында 0. Жоқ. Басында 0 ғой, бірақ қазір басында бұл 0-ге кірмейді ғой мына жерде ше. В общем, мына жерде бізде егерде бірден үлкен болса, сол жақ жылжиды ғой. Сол жақ жылжиды. И S, I-ды азайтып тастайтын жер сәл, мына жер сәл түсініксіз болып тұр да. Бұны қазір түсінеміз, мына жерін так J минус I плюс 1. Бұл бағанағы ұзындықты есептеуге арналған екен да. J минус I деген кезде, мысалы, былай болып тұрса, мысалы, үшеуін көріп тұрса, мынау I болса, мынау J болса, 0, мынау 2 болады. 2-ден 0-ді азайтқан кезде, бұның ұзындығы 2 болып қалады ғой.
3 та негізі ұзындығы. Сондықтан 1 қосылады екен бұл жерге ше. Сол кезде 3 болады да, егер результаттан ол үлкен болып қалса, результатқа сон теңестіреді. Маған 3 теңестіреді, короче. Екеуі бір ғана, екеуі ше. 3 теңестіреді. Былайша айтқанда бұл результатымыз үлкейді деген сөзді біз осыны қайтаруымыз керек соңында ше. Ал бағанағы J көбейіп отырады. Басында J 0-ге тең болады, J-ді ln s-тан кішкентай деп алдық қой, пока деп ше. Каждый раз 1-ге көбейіп отырады. Бұл былайша айтқанда мына жағы көбейтіп отыруымыз керек. Біз каждый раз ше соңына дейін бару керек. И сол үшін J қайтып көбейіп отырады. И каждый раз тексеріп отырады жаңағындай. Мына результат мына жерден тексереді. Қазір запускать етіп көрейік бұны. Шығарды. Сәл қиындау медиум есеп қой. Мына жерін түсіндіңдер ме? Мына жерін Азамат сен түсіндің ба? Қарамадың ба? Все. Давай басынан бастап көреміз бе онда, мынаны жүргізіп оймен, типа J неге тең болады, I неге тең болады. Басынан көрейік. Так, мына жерде басында A болады, мына жерде H. Мына жерде сразу нәтижесін жазып өте берейін, оймен, я. Мысалы, мына жерде басында A болды дейік. A 1-ге тең болады, дұрыс па? И мынаған келеді, бірақ I J-дан кішкентай емес қой, дұрыс па? 0. Екеуі де 0 болып тұр, нәрде, дұрыс па? Бұған кірмейді. Мынаған кетеді. 0 плюс 1. 1 деген сөз. Результат 0 болып тұр бізде, дұрыс па? Мынау орындалады. Результат басында 0 ғой, дұрыс па, нәрде? Былайша айтқанда 1-ге береді, 1 бізде дефолтный да бұл жерде. Результат 1-ге тең, короче, нәрде. J 1-ге өтеді. Енді мына жерде HSJ 1-дегісі. Бұл жерде 1-де бізде B, я? Бірінші индексі B уже. B-ға да 1 деп қояды, дұрыс па? И мына жерге келген кезде дұрыс I 0 болып тұр бізде әлі. Ал J-иміз 1 болып кетті, дұрыс па? Мынаған кіреді. Екіншісін тексереміз. Мынаған, так, мынаған... Так, мынаған J бізде не болып тұр? J бізде 1. 1-1-ден үлкен. Мынаған болмай қалады қайттан, е? Бұдан шығып кетеді. Мынаған келеді. I минус J 2 болады. 2 болады да, результатта үлкен болып қалады, е? Результат 2 болады, нәрде, дұрыс па? Результат 2 болып тұр. Так, одан кейін J бізде тағы да көбейеді. 2-ге барады бұл жол, е? Екінші индексте бізде S тұр, дұрыс па? S-ны қосады бұл жол, е? Төбедегі кодшы мынау. 1-ге тең, бұған да кірмей қалады, дұрыс па, мынау? J бізде 3-ге өзгерді ме? 2-ге өзгерді ғой, е? J ма? 2-де ғой, пока. 2-де болады, мынаған кірмей қалады. Себебі бұл бір етақ. Сын алады да, сын мәні 1 болғаннан кейін мынаған тең болмай қалады. Мынау орындалады, база жоқ, 0 болып тұр әлі. Бірақ ар жаққа кірмейді. Сөйтіп, мына жерде тоже есептеген кезде результат кішкентай болып қалады, 3-ге теңестіреді, мынайша екеуі. Уже жауап шықтыңыздар. 3 болады, я қазір шығып тұр негізі. Результат 3 болып тұр уже ше. Бірақ қазір қызық болады, енді келеді қазір. Аға келеді қайттан, дұрыс па? Аны плюсовать етеді. Аны плюсовать етейін десе жаңадан емес, уже мына жерде А бар болып қалады H-тың үстіне, дұрыс па? И H-ты плюсовать етемін дейді да, бұл 2-ні мынаған ғой, 2-ні былайша айтқанда мынаны плюсовать етеді, дұрыс па? А 2-ге тең болады уже. Енді I әлі бізде 0-ге тең, J 3-ге тең бұл жерде. Мынау орындалады. Мынау J-иміз бізде А-ға тең, дұрыс па? 3-дегісі. 3-дегісі А-ға тең.
Ya kırık adam. A'mız уже 2 болып тұр, дұрыс па бізде? A'ның мәні 2. Уже мына кіреді. И мына жерге келген кезде айда бізде 0 ғой, Ya. Böyle adet olmuş. S0 деген сөз бізде A ғой, дұрыс па? S0. A ғой. S айда айымыз әлі 0 ғой мына жерде. S0 де A-ға тең. Значит, H A-ны бұл минусовать етеді ғой осы жерде, ше. H A-ны минусовать етеді, короче. Мынаны бірге айналдырады, бұл мынаны. И I плюс плюс дейді ғой, короче. I бір рет болады. Так. I-ды бірге теңестіріп қояды, ә? I-мыз бірге тең, так. I-мыз бірге тең, I бірге тең болса, мына жерде G минус I 3-тен 1-ді азайтады, 2 болады. Результат и так та 3. Мынау уже керегі жоқ, 3 болып тұрады. J 4-ке тең, ә? Так, J 4-ке тең. 4 алады бізге. 4 бұны алады. Бұны алады, бұны 2 болады мына жерде. Бұл енді қайталана береді, 3-те қалады до конца. Солай емес па? Мына 2 шығып кетеді. Мына жерге келгенде результатын кіші болса бола салады. Результаттан кіші, я тұра қойы. Результаты үлкен болады. Мына кірмей кетеді, болды. Жаңа қосып көсіп кете салады болды. Солай емес па деңіз? Я уже 3-тен артығы болмайды бұл жерде, получается, ә? Егер мына жерде А, Б, А, Б, С еместе мына жерде Д бола салсаш, 4 бола ма сонда? Сонда кеп біреу орын алады ғой. Бам, результатқа соны жасап көрейінші. Бам, 4 болады ғой. Бізде 4 болмайды, себебі Б-лар 2 болып қалды ішінде. Д жазсам, Д. Қай жерін жазған кезде? Ең соңында, ма? Ең соңында бір Д жазсам. Мыналар бар ғой, 2 болмай қалу керек. Логика бойынша болмау керек. Біздің код бойынша да болмай қалды. Қай жерге жазады? Оны сен өзің тексеріп көрсең болады, мынаны көшіріп аласың да. Д-да şu an. Ne oluyor? Ну, осы үй тапсырмаңыз. Ой, вот, айналып. Жоқ, мына просто андай ғой. Қазір екінші есепке өту керек та. Мынаны примерно. Сонда дейін барсақ болады негізі мына жерде, ше? Пакет алdım. Ауылда тұр ма? Ладно. Так, мынаны сабмит жасап қойған бұрын. Так, енді екінші есеп бұдан сәл оңайлау сақтайды ма ойымша? Бұдан медиум. Екінші есеп қандай? Екінші есеп 238 есепті. Шартласа салайық тоже. 238. Ашайық. 238 değil mi? Неге ағай осылар бұлттаулы? Ақша табу керек пе? Ақша ма сонда олы? Сондай шығар. Онда нормальный компаниялар сол. 238. Бұл да медиум екен, е? Орташа қиындықтағы есептелген. Бұның берілген сәл қиындау енді. Бұл жерде бұлай жасау керек. Артынан көбейтіп келу керек. Алтыға. Жоқ, бұл жерде бұлай болады бар. Мына біріншісіне кіреміз. Біріншісінің мәніне біз ше мына үшеудің көбейтіндісін жазамыз. 24-ні ерге жазамыз, короче. Екіншісіне келеміз де бұдан басқа мына үшеуін көбейтеміз.
Başқана осыны ұстап тұрып мыналарды көбейтуіміз керек короче. Сол кезде 12 болады. Бұның орнына 3-ті аламыз да 3-тен басқаларын көбейтеміз. 8 болады. Бұның орнына ше. Мына жерде сразу проверканы бастап оңай ма? If арайда егер 0 бар болса, отчетқа 0 жаза сал деген. Көбейтіп жатыр ғой? Иә, оны жазса болады. Уже екіншісінде ма? Иә, бірақ бұл жерде басқа жерде есептеу керек болады. Мұхаммед Әлі что там? Түсіндің ба негізі? Мысалы, мына жерде мынадан бастап, мына жақты көбейтсек 24. Өзіні қоспайды да? Өзіне есептемейді. Иә. Мына 2-де онда өзіне есептемейді. 4-те көбейте салады. Иә. Үшіншісінде қалай болады? Үшіншісінде 9-та дейін 3 жоқ қой. жоқ, екінші экзампл. Жоқ, анау. Бірінші экзамплдың 3 дегенінде нәтиже қалай 8 шықты? Екі түрге көбейтеді ғой? Бағана есепті ма? Иә, өзінің логика. Түсіндіріп жіберсек оны сонда. Аңдайдай. Так, жақсы, енді мынау есеп шығарып жасасылар. Продукт. Екінші түсіндірді Ал? екінші аутпутты. Шығармадық қой дейсің ба? Екінші экзамплды әлі түсінбей тұратын да. Оны. Қайдан тоғыз болады. Енді 0 алғанда анауға қосыла салады ғой енді. Иә. болды енді түсіндім. Аналар көбейтіледі де. Иә, болды. Иә, қалғандар 0 болса, примерно түсінің ана себебі арасында 1 бар, сол бәрін қорытып тұр, а? Так, енді біз осы есепті шығаруымыз керек. Бұл үшін біз бітсек болады. Result. Қазір жаза берек, кейін по ходу дела көреміз. Make, через make арқылы біз массив бар ғой, slice, сонда создавать етсек болады. Make арқылы создавать еткенде қателеспесем, бұның ерекшелігі массив создавать еткен кезде бұның сразу біз ұзындығын бере аламыз, сразу бар ғой. Len nums дедік қой, мына ұзындығын типа беріп кеттік та, чтобы көп место алмау үшін деген сияқты ертең комитке жақсы әсер етеді да, бұл егерде жаңағыдай ұзындығын алдын ала біз білсек. Алдында болады. Так. Жақсы, ха? Так. Екінші есе? Мен қазір түсіндіріп кете салайын. Так, бізде мысалы result деген бар, pre деген бар, post деген создавать етті, пока пустой массив, иә? Енді бұл не үшін керек деген сұрақ туындайды. Бұл жерде біз былай жауап береміз. Короче, мысалы бізде мынау берілген ғой, 1, 2, 3, 4 деген. Осы берілген болса, осыны біз pre дегенге бірінші создавать еттік қой, бана pre дегенше. Осыған біз бұны сол жақтан мәндерін жазып шығамыз. Мысалы, біріншісіне бірдің өзі жазылады, сол жақтағы мәндерін көбейтіндісін жазамыз, короче. Мысалы, 2-нің орнына 2-ден алдыңғы сандардың көбейтіндісі жазылады. 1. Ал 3-тің орнына бұдан алдыңғы сандардың көбейтіндісі жазылады да ше. 2 болады. Ал 4-тің орнына бұдан алдыңғы сандардың көбейтіндісі жазылады. Сол кезде неше болады? 6 болады, 6 болады, дұрыс па? Енді post деген бар. Постта біз осының керісінше наоборотынан келеміз. Мына жақтан келеміз. Ол кезде 4-тің алдында еш нәрсе жоқ, 1 тұрады пока, 1 деп жазамыз өрге. Так, қателеспесем, мына бетке қарай кетеді, көрдіше. И 3-тің алдында не бар? Мына бетінде де 4 бар, дұрыс па? И тоже. Мына жақтан келіп жатыр. 2-ден алдын алар қандай болады? 12 болады, 12 болады.
и 1. Бірден алдыңғылар қанша болады? 12, 24 болады, дұрыс па? Көбейтінділер ше? Иә. 24 болады. Енді осыларды бір-біріне көбейтіп шығамыз просто. Мына сол жақтан келдік, мына оң жақтан келдік. Сол кезде мына 24 болады, дұрыс па? Мына мен келіп атма сәйкес? Екіншісі 12 болады бірге көбейткен, дұрыс па? Үшіншісі 8 болады, төртіншісі 6 болады, иә? Міне осындай логиканы біз шығаруымыз үшін мына препост дегендер керек болады да бізге. Короче, оң жақтан және сол жақтан келіп бір-біріне көбейткен кезде осындай нәтиже шығады деген. Осындай алгоритм бар екен да. Осыны қолданады екенбіз. Чтобы мынау есеп оңайырақ, сәл более-менее оңай шығу үшін. Басында пре бірге теңестіріп аламыз, себебі любой санды бірге көбейткен кезде 1 болады. Бағанағы мына жақтан бастадық қой, сол жақтан, оң жақтан бастаған кезде, чтобы біздің көбейтіндіміз бірге көбейту үшін ше, чтобы дұрыс шығу үшін мәні. И for I мен жүреміз қазір. I-ды тоже бірден бастаймыз. Learn nums и I++ пре. Неге функцияны шығып кеттік? Қайсы функция? Сіз функцияны шығып кеттік. Функцияны шығып кеттің ғой. Бағана мысал келтіремін, шығып кеттім ғой мен. Мыналар функцияның ішінде болу керек. Пре I тең пре бағанағы логиканы жазып жатырмық. Бірінші прені дайындап алайын деп жатырмық. Чтобы кейін постқа көбейту үшін. Мына пренің логикасы. Пре бірден бастайды, learn намысқа дейін барады. Ұзындыққа дейін сол жақтан оңға қарай, как обычно, барады. И каждый раз пре I-1 өзінен алдыңғы санды алады да пре. И оны намыс I-1-ге көбейтеді. Яғни намыс I-1-ге көбейтеді деген сөз. Бұл намыста бізде мыналар ғой, мыналар намберлі. Соның өзінен алдыңғысына көбейтеді. Сонда былайша айтқанда преда біз сақтап жатыр ғой, бәрінің көбейтіндісін. Сол жақтағылар былайша айтқанда бұл уже көбейтінділер какой-то ше. Преда сақталған. Содан кейін пренің өзіне сақталған кезде сол жаңағы біздің логикамыз жұмыс жасайды. Енді біз постты дайындауымыз керек. Бірінші посттың өзін бірге теңестіріп аламыз. Бірақ бұл жерде 0-ші элементтен емес, біз соңғы элементтен бастаймыз. Соңғы элементті біз белгілеп алуымыз үшін learn nums -1. Сол кезде біз соңғы индексті белгілейміз. Learn себебі бұл индекске қарамайды, бұл ұзындығын 4-ті береді да, ал 4-ті біз просто беретін болсақ, уже біздің массивімізден шығып кетеді. Біздің массивіміздің ең соңғы индексі 3, себебі индекстер 0-ден басталады, дұрыс па? Сондықтан біз 4 - 1 дедік та 3-ші индексті бірге теңестірдік. Ол деген сөз бізде 4-ші орында тұрған элемент. Енді соны тоже бағанағыдай for жасаймыз, бірақ біздің forымыз бұл жолы оң жақтан келеді. Forымыз басында I-іміз бағанағыдай learn nums -2-ге тең бұл жерде уже. Себебі бағанада байқасақ, мына жерде 1-ден бастады ғой, сразу 0-ден емес. I-да ше, мына жерде дәл сондай болады. Біз ең соңғы элементтен бастамаймыз, артынан санағанда 1-ші элементтен бастаймыз. Ол деген сөз бізде -2-ге тең да уже. I-ды бірақ біз азайта береміз.
ай бізде азая беру керек, себебі біздің айымыз предпоследний элементтің индексі болып тұр. Пока біз оң жақтан келіп жатырмыз бұл жерде. Сондықтан біздің айымыз азаяды. Енді пост ай дейміз да, пост ай плюс 1 көбейту намыс ай плюс 1. Біз оң жақтан келіп атқаннан кейін айымыз азайып жатыр. Айымыз азайып атқаннан кейін біз айға плюс береміз. Плюс берген кезде бұл оң жақтағы санның оң жақтағы сандарға алады. Былайша айтқанда оң жақтағы сандардың көбейтіндісін шығару үшін мынау формуланы қолданамыз біз. Намыс ай плюс 1 бізде просто, мысалы, егерде 2-де тұрсақ, мысалы, ол бізге 3-ті береді, дұрыс па? Ай плюс 1. Ай плюс 1 3-ті береді. Ал ай плюс 1-дегі пре мына жердегі тұрған прені береді. Пре деген постты береді деген, ол постты береді. Ал ол деген сөз уже мына жердегі мына екеуінің көбейтіндісі болады уже. Сондықтан біз мынаның екеуінің көбейтіндісін еще жоқ, бұған дейінгілердің көбейтіндісін и өзінің нам минус 1-де не деп преда түсініктірек болады. Мынада просто оң жақтан болады да, короче, сөйтіп оған дейінгі сандардың көбейтіндісі осы логикамен жазылады. Мынау бүйтіп мән беріп қарасаңыздар түсінікті болады осы жер. Мына прені түсініп алсаңыздар, пост соның просто оң жақтағысы. Пре оңайырақ түсініледі. For i 0-ге тең. Енді бұл обычный бұл жерде цикл жүргіземіз. Ең соңында бұл циклды не үшін жүргіземіз деп ойлайсыңдар? Ең соңында. Результат шығару үшін ба? Дұрыс, результат шығару үшін бұл жерде. Бұныкі оңай. Бұл жерде результат i тең болады пренің i мен жаңа өзіміз мысалда келтіргендей посттың айдағы мәнінің көбейтіндісі, дұрыс па? Екеуінің көбейтіндісін каждый раз результатқа жазамыз. И так. Соңында осы результатты қайтаруымыз керек. Return. Res. Так, енді запуск етіп көрейік. Ең хаяжанды сәт. Ең соңғы момент. Кейс 1 орындалды, кейс 2 тоже орындалды. Істедіңіз сендерді тоже? Сенде қате шықты ма? Так. Мен намыс i плюс плюс айды берген бе едім басында. Так. О, акцепт. Енді сабмит жасап көрейік. Сабмит жасалды ма екен? Сабмит. Жүздің төбедегі сабмит. О, құттықтаймыз. Сенде де болды ма? Иә. Все. Мына есеп түсіндіңдер деген ойдамыз. Жалпы бүгін үшінші есеппен осы 238 есепті шығардық. Бұл есептер мен өз басыма үшінші есеп келген. Бана собеседованияда ше. Собеседованияда обычно екі түрлі турдан тұрады да. Үлкенірек компаниялар обязательно бір есеп береді көп жағдайда ше. Бір есеп, екі есеп береді. Бірінші тур бағанағы не болса, технический сұрақтарға жауап берсең, мысалы, Golang бойынша жұмысқа келген кезде сол Golang бойынша жауап бересің да, и одан кейін бір есеп беріледі. Сол жерде сен шарт беру керексің да ше. Ал сол есептер көбінесе осы лид кодтың кімнің қасында шығарады? Бір адам отырған қасында.
жоқ сен онлайн отырасың ғой, онлайн отырып жаңағыдай осындай бір код жазатын неге кіресің да, сен экранды көрсетіп отырасың оларға ше, и осы есепті саған шығар деп ол бере салады любой жерден ше, и сен соны осылай шығарып беру керексің. шығарамыз ба? Мен былайша айтқанда 80%-ге шығарамын сол жерден ана есеп ше, үшінші есеп келген маған. Өзі неше есеп береді ол? Дайын болсаң уже оның өз үлкен нәтиже да сен ше. Жоқ, өзі неше есеп береді? Әртүрлі. Негізі көбінесе бір есеп береді, бір есеп, екі есеп береді. Көбінесе бір есеп береді. Бір нормальный есеп береді да ше, кейде ше. Кейде простой есеп береді. Сонымен десең, простой есепті шығара алмағанда бар. Бар екен, бір қарап тұрып бере болсаң да есепті.